өте беделді отбасыдан шыққан. Ол директордың қызы. Сыныптағы ең әдемі, сұлу қыз. Бірақ та өте өзінше, қырсық. Ешкімнің айтқанын тыңдамайтын тәлпеш қыз. Оның әкесі өте бай кісі. Бұл шын қыз. Ол ақылды, төзімді, ботаник жігіт. Кедей отбасынан шыққан. Адияны жақсы көреді. Бұл Зайка, Адияның сыныптағы подружкасы, директордың орынбасарының қызы. Ол ешкімді жақтырмайды. Мақтаншақ, 200 қыз. Аяулым, барлығы оны Айка дейді. Ол модница, қызғаншақ. Айка математика пәнінің мұғалімінің қызы. Бұл мектеп асханасы. Шыңғыс Адияны күнде мектеп асханасына апарады. Бұл мектеп аспазшысы. Жүр шай ішеміз. Асханада алып беретіні 2 көсік нан мен 1 кесе шай. Оны көріп қалған Адияның достары: Ана екеуінің отырсын қара. Не жеп жатыр екен? Сондағы жеген 2 көсік нан мен 1 кесе шай ма? деп әзілдеп кетеді. Шайдан кейін Адияны достары азғырады. Адия, сені Шыңғыс күнде асханаға апарады, сондағы не алып береді? 2 көсік нан мен 1 кесе шай. Адия, соған болуға барып жүрсің ба? Енді бармай-ақ қой, тәттімәттәп бермейді. Соны айтам, бармай-ақ қой. Ертесіне Адия, жүр шайға барамыз. Жоқ, бармайым. Неге? Өткені сен маған 2 көсік нан мен 1 кесе шай алып бересің. Енді олай істемеймін, кешірші. деп мектеп асханасына барады. Сонда алып бергені 4 көсік нан мен 2 кесе шай. Екінші серияның соңы. Let's truck pay walking been more all day everywhere. 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl. 내 요청에 답인 girl. 널 찾기 위해 노래 baby. 처음보다 조금 더 커진 키에 좀 더 단단해진 목소리에 모든 건 내게 돌아가기 위해 이제 너라는 지도 활짝 펼칠게 My rehab 날 봐 왜 못 알아봐 남들의 하우스 땀이나 듣고 싶지 않아 너의 향긴 여전히 나를 꽉 뚫어 무너뜨려 되돌아가자 그대로 Baby I know I can make it better I can hold you tighter 그 모든 길을